бойы біз тек қана мешіттің мінберінде отырып алып былай айта беріппіз ғой. Сөйтсек олай емес екен. Мына елге келу керек екен да. Тыңдау керек екен. Неге? Өйткені дін қаламмен емес, дін қадаммен тарайды екен. Біз қадаммен кемей тек қана қалам ұра беріппіз ғой. Бұлай болады да бұлай болады, бұлай болады да бұлай болады деп саусақты шошайтып алып. Сөйтсек олай болмайды екен. Енді түсіндік. Өйткені біздің көп мына кейінгі әлеуметтік желіні пайдаланғанымда түсіндім, біздің сәл бағытымыз, біраз жылдарымыз босқа өтіп кетіпті. Десе де жастардың келешегі үміті зор болғандықтан, талпыныстары дұрыс болғандықтан, белгілі бір мөлшерде мына әлеуметтік желілер өзінің жақсы бір ізін қалдырғандықтан, осы бүгін сіздермен біз кездесіп отырмыз. Осының жемісін, осының дәнін салған дәннің жемісін бұйырса біз көптеген жылдан кейін көретін боламыз. Өйткені сіздер аяқтанасыздар, үйленесіздер, жанұялы боласыздар. Сол кезде біздің қазақ деген халық сол кезде көрінетін. 90-шы жылдардың басында Меккеге қажылыққа барғанымда барлығы түріме қарап Ауғанстансың ба дейді. Жоқ, Қазақстанмын десем ешкім танымайды сені. Сонда көзім мынандай болғаннан кейін, Қытайсың ба дейді. Ұйғырлар бар ғой, жоқ, қазақпын десем намыстанады. Танымайды, намыстанатым. Неге бізді қазақты танымайды деп? Қазір Меккеге барғанда сол арабияда осы чапандарды киіп алып, тақиямен жүреді. Неге? Қырғыздар қалпағымен жүреді. Өзбектер төрт бұрыш несімен жүреді, топысымен. Неге біз кимейміз? Деп сөйтіп қазір қарап, қазақ келе жатыр деп айтатын халге жетті. Оның үстіне біздің жастарымыз өсті, әлемді мойындатқан жастар бар. Шүкір, сондықтан біз тек қана мынау діни жағынан емес, сөйтсек қоғам бар екен, бізде мемлекет бар екен, бізде өсіп келе жатқан жастар бар, ғылым қуған жастар бар. Құранның ең бірінші бұйрығы тәлім ал, білім ал, оқы, ғылым қу деген аят келді бізге. Сол үшін біз оқуға, талпынысқа ұмтылуымыз керек. Тек қана көп адамдар бүйтеді ғой. Мен намаз оқып жатырмын дейді. Намазың сенің өзің жеке шаруаң. Оразашы, ораза да сен жеке шаруаң. Ал сенің мінезің, қоғамға сыйуың, ол бәрімізге керек нәрсе. Қанша имандылығың күшейген сайын, сонша сенің қоғамға сыйымдылығың күшею керек. Бізде терісінен қанша дінге кірген сайын қабағымыз бұлай жиналып, жеп қойғымыз кеп, сенікіне дұрыс емес, тек қана менікі дұрыс. Сенші тозаққа кіресің, бәрі тозақтың кілтін алып алған бір-бірден. Шығарады, кіргізеді, шығарады, кіргізеді. Бір жерде отырсам, бір бала айтады, ана бүйтіп айтты дейді, сол үшін ол діннен шықты болды, кәпір болды дейді. Діннен шықты ма дедім? Діннен шықты дейді. Тоқташ. Өз діннен шығу үшін бірінші дінге кіру керек пе дедім? Дейді. Бұлар вообще кірмеген дедім бұл. Қалай дейді? Солай кірмеген адам дедім. Сен кірмеген алдында алды шығарып жібердің байқұсты дедім. Бірінші кіргізейік та, соң шығару сенің қолыңда болса шығара бер, бірген істей бер. Сол үшін кілтті өткізу керек иесіне. Оның иесі кім? Жаратқан Алла. Ол өзі біледі кімді. Бір жақсы бір хадис бар, сахихтығы зор, санады да күшті келеді. Сол жерде айтылады. Бір адам оң аяғымен жәннеттің ішінде тұрады дейді. Бір жамандық істейді да, Құдайдың қаһарына қалып, тозаққа бұны желкесінен тап лақтырып жібереді дейді. Енді біреу болады дейді, тозақтың ішінде бір аяғымен тұрады дейді. Бір Құдайға жағатын жақсы амалмен оны Құдай жәннетке кіргізеді дейді. Ол өзі біледі. Почему сен олай істедің деп айтамайды екенбіз. Сол үшін мына атамыз қазақтан сөз қалмаған. Екі елі ауызға, бір елі ауызға, екі елі қақпақ дейтін сол. Біз ең ауыр сөз айтамыз жер бетінде. Ол біріншісі қарғыс, екіншісі сен кәпірсің, немесе сенікі қабыл емес деген сөз екен. Мұса пайғамбардың тұсында Құдай бұйырыпты сол ұлы пайғамбарға барып біреуді жерле депті. Келіп елдің ішінен сұрап, бір жақсы адам өлді ме десе, құрып кетсін, оңбаған жаман адам өлді депті. Біз даже оның жаназасына бармаймыз керек болса депті. Мұса өзі жалғыз өзі көміп, жалғыз өзі жерін қазып, жерлеп Құдайдан сұрапты. Сен бұны жақсы дейсің, бүкіл халық бұны жаман дейді. Бұл не деген сыр десе, Алла былай деген екен. Мұса, Мұса, дұрыс айтасың. Халықтың
оның жамандығынан хабары бар, ол жаман адам болған. Бірақ төсекте жатып өлетін кезде мен ақымақ болдым, сен кешірімдісің ғой, мені кешір деді. Халық оны білмейді, және мен оны кешірдім деп тұр. Қайдан білесіз? Қай жерден кешіретінін? Хазяин біз емес қой, иесі. Алла өзі біледі екен кімді жарған. Сол үшін сіз бен біз тек қана жақсы сөз айтайық, біз шақырайық, мейірімділігімізді көрсетейік. Қазақ сол үшін қонағын құрмет қылып, жақсы ниетпен төрін көрсеткен ел. Сол амал қылған сол хадиске, хурматул дайфан, қонағыңа құрмет қыл деген. Болды, осымен ақ мейірімділік танытқан. Ал біз сенікі харам, сенікі бүйтіп, мұна білмеймін, сақал ауыр ма, көтере алмай қала ма, әйтеуір қабақтары шытып, бүйтіп түрлері өзгеріп кетеді. Жақсы емес қой ол. Мұхаммед пайғамбардың 2 ме 3 жағдайда қабағы шытылған, басқа уақытта шытпаған, мейірімділік көрсеткен. Садақаның ең жоғарғысы қайсысы дегенде күлімсіреу дейді. Бізде күлімсіреудің өзі жоқ қой. Садақа бергім келе ме? Күліңіздерші, жымиыңыздаршы кішкене. Мұның бәрі садақа бергіңіздер. Бұл қиын ма не? Бізде садақа бер десең, бүйтіп ақша шығарып, шығармай ақ қойшы денге. Просто бүйтіп жымиып жүрші. Бұл садақасы. Бұл хадис. Ұлы сөз. Жымисаң бол. Бірақ біздікілер жымий десең күліп бүйтіп. Күлсең бүйтіп үстіме қараймыз да, бұл жағым ашық қылама, не ақпарат азымызды біліп отырмын. Дейміз біз. Сосын жоқ, кішкене жымиып, сәлемдескенде де ассаламу алейкум деп қол алысып жымисаң, екеуі бүйтіп қол ұстағанда не дейді? Күнәлар төгіледі дейді. А бізде қол ұстаған сайын жаңа ұстамаймын, бүйтіп бөлек қарап тұрса. Не қарайсың десің? Сол ғой, сондай болып бара жатырмыз. Мінезіміз өзгеріп бара жатыр. Сол үшін қоғамға сіңу, елдің ішінде болу. Мына апаларға сөйлесең, өлім деп қорқытады. Өлем сендерді көресіңдер сөйлесің дейді. Келіндерге сөйлесең, кетем деп қорқытады. Туысқандарға сөйлесең, группадан шығып кет қорқытады. WhatsApp туысқандар деген группа бар бізде. Содан шығып кет қорқытасыңдар. Сол қорқамыз бәріміз. Қорқытатын заман өтті ғой енді, 30 жылға тастайық оны. Бір жақсылыққа өзгерейік та. Бір орысша жақсы шығады, бірақ қазақша да бар. Религию дейді, не надо доказывать дейді. Религию надо показывать дейді. Көрсетсеш, саған қарасында Малайзия деген дамыған мемлекет бар, бәріңіз білесіздер. Алдыңғы 10 мемлекеттің біреуі. Буддистер болған 100%. Сөйтіп, ата-бабаларымыз, сахабалар барып, дінге үйреткен ғой. Кешке дейін сауда жасайды, кешке мұсылмандықты үйретеді екен. Сөйтсе, сол малай халқы қарап тұрыпты да, не деген мінез, не деген еңкейіп қызмет қылу. Бұлардың онда сөзі егер шынайы осы болса, онда бұлардікі шын екен деп, Малайзия қазір мұсылман мемлекеті 80% осы мінезбен ақырып кеткен ғой. Ал біздіше, жылы сөйлесең, жылан інінен шығады деген сөз. Жыланды шығарып ойнату емес, жылан деген сөз ашу, ыза екен. Сол істен кетеді. Жылы сөйлесең. Қатты сөйлеп едік, мұсылман діннен шығып кетеді екен. Болды осы. Семьяда да осы. Өздеріңіз тиктокта көріп жүрген сұрақтардың ішінде қиын сұрақ жоқ. Не жоқ бізде? Жай мейірімдік, семьяда диалог, бауырым, қарындасым, мама, папа, осы бірақ ауыз сөз жетпей жатыр. Бұл басқа ештеңе жоқ бізде. Төгіле зәм атқан, дүние жетпей жатқан ынтымақ бірліктің маңайында шешілетін шаруа біздікі. Үйде де сол, көшеде де сол. Сол үшін ардақты аяулы жастар, сіздер бір күн келеді, пәреқор, бәлеқорлардың ешқайсысы қалмайды бұйырса. Сіздер келесіздер сол кезде. Осы мемлекет сіздердің қолдарыңызға түседі. Сол кезде иманды, рухани, нағыз қазақ сіздер боласыздар бұйырса. Сіздер ұстайсыздар осы мемлекеттің тізгінін. Сіздердің балаларыңыз ұстайды. Сол кезде ақша беріп, жұмысқа кіру болмайды. Қарым тартыс болып ешқашан болмайды. Шынайы біз соған келеміз. Мен соған сенем. Мұсылман адам дұға қылғанда бірінші шарты бар екен. Қандай шарт десе, сол дұғаңа өзің сену керек екенсің сен. А біз сенбейміз. Бізде қабыл бола ма, болмай ма? Да ладно, қабыл болмаса шексере. Мен деп қойсыздар. Сосын былай қол былайсыз да, жаңадан киім алып тұрған ау. Міне осы біздікі. Сол үшін дұғамыз өтпей жатыр. Шынайы сен сеніп жауап береді десең, Құранда аят тұр. Фәзкуруни әзкуркум. Мені қалай есіңе алсаңдар дейді, мен сені солай есіме аламын дейді. 30 жыл қорқыттық. Не өзгерді?
Сөйтсе, сіздер естіп пе едіңіздер? Мына сөзді имам молдалардан, немесе менен 30 жыл Құдай сені жақсы көреді дегенді естіген жоқпыз. Бұны біздің сөзімізді басқа діндегілер айтты. Сөйтіп, олар мейірімдік көрсетті. Біз болсақ, не жүрсің? Не намаз оқисың? Көресіз, тозаққа түскенде, міне осы. Болмайды екен олай. Семьяның өзінде де жылы сөйлеген дұрыс қой. Біздің ата-бабамыз сол үшін танылған, бүкіл елге танытып, оң қолымен нан берген, мейірімдік танытқан. Сол үшін шығар біздің Қазақстанда 100-ден аса мемлекет ұлт этносы бар. Не деген сөз бұл? Бәрі сыйды деген сөз. Кішкентай біз жүрегімізге сыйды. Мұхаммед пайғамбар күйеу баласы Әлимен отырыпты. Отырса былай айтыпты. Әли, Құдай жақсы көресің бе депті. Жақсы көрем, жақсы көрем. Бері қарай өткізіп жіберіңіздер. Орын бар ғой, келе беріңіздер. Келіңіз. Сізде кездесуге жұмыста қашып келатырмын. Басқа не естеймін. Мұхаммед пайғамбар сұрапты күйеу баласынан, Құдай жақсы көресің бе десе, жақсы көрем депті. Пайғамбар мен жақсы көресің бе, сізді жақсы көрем депті. Мені қызым әйелімді жақсы көресің бе десе, жақсы көрем депті. Екі баламды жақсы көресің бе, Асан Үсен десе, оны да жақсы көрем депті. Сөйтсе айтады дейді ғой, бір кішкентай жүрегіңе осынша махаббат қалай сыйды депті. Ойланып қапты, десіне жүрек бір уақыт қалай жақсы көрем осының бәрін деп таң қалған. Сөйтіп үйіне келсе, әйелі сұрапты, неге күйеуің көңілім жоқ десе, сенің атаң Мұхаммед пайғамбар менен сұрады. Осы сұрақты қой, жауап берді. Ол жауап оңай ғой депті. Қалай? Құдайды жақсы көру имандылықтың белгісі, пайғамбарды жақсы көру сүннет деген екен. Ал мені әйелін жақсы көру еркектік қабілет, балаларды жақсы көру әке-шешелік міндет деп айтыңыз депті ғой. Содан анау бүйтіп келіп тұрып, я Расул, осылай депті. Сөйтсе пайғамбар, қызым айтып жіберді ме депті ғой. Сол демек біздің бір жүрегімізге сияды, барлығын Құдай сыйдырған. Сол кең жүректі пейілді тарылтпау керек. Пейіл кең. Қазақтың мынау басымыздағы тақия домалақ. Қазақтың киіз үйі сияқты домалақ біздің. Бұл не? Үй деген сөз отбасы деген сөз. Осы отбасы қасиетін аяққа таптап едік, шешіп қойып едік, біздің қасиетімізді бәрі бұзылып кетті. Біздің мешіттің аталардың группасы бар, чалдардың. Соны жазғандарын кейде оқимын ғой, бір-бірін шақырады, анау-мынау. Сосын бір ақсақал үлкен кісі, 88-дегі кісі бүйтіп жазып жіберіпті. Ертең бәлен жерде кездесеміз ғой десе, қысқа қайырыпты ол кісі, окей депті. Ертесі күні кездесімде сол мына окей жүрегімді тырнап бара жатыр да, неге біздің үлкен кісі окей деп айтады? Жарайды, мақұл, енді ұнатпасаң бопты дейтіндер бар ғой. Бопты де маған десең. Бірақ неге біз шетелдің сөзін қолдандық? Десем, жастарда сөйлеп отырған, мен де окей деген ол оңай екен дейді да. Жаңа еще жазғанда да оңай, о-кіні қоясың болды, окей деген. Сондықтан біздің өзіміздің руханиятымыз бар, біздің дәстүріміз бар. Біздің қазақты қазір мұсылман емес деп айтып жүрген уағыздар көп естіп жүрсіздер ғой. Соларға бір ғана жауап жететін шығар. Мына тұрмыс құрмаған қыздарымыз, қарындастарымыз баға ашылып тұрмысқа шықсын бәрі. Сол кезде беташар жасаған кезде беташар бидағат деп жүргендерге айтқым келіп отыр. Ешқашан бет ашқан жігіт тамада келіннің орамалын қолымен ашпайды қазақ дәстүрінде. Немен ашады? Оқтаумен немесе домбырамен ашады. Қамшымен ашады немесе. Неге? Бүйтіп бабай деп бұлай ауыстырып ашады да, ұстамай. Бұл нені көрсетеді? Қол тигізбеу керек дегенді көрсетеді. Қазақта қол тигізбейді саған. Сен сондай принцессасың сен. Сенің теңің жоқ, саған да қол тигізу жоқ. Міне біздің руханият. Осы елді мұсылман емес деп айтып жүрген адамдарға не айтуға болады? Біз Құдайға шүкір әл-Мисақта мұсылманбыз. Сол үшін мына біздің жастардың жүрегінде жаулаған Аллаға сенім бар. Иманды халықпыз. Ассалаумағалейкум деп амандасып, үлкеніне орын беріп, кішісі іззет берген. Үйде ешкім болмаса да ассалаумағалейкум деп, бейіт пен зираттың қасынан, әулиенің қасынан өткенде бет сипап иманды болсын деген біз елміз. Мүмкін кейбір сөздерді қолдан алмаған шығармыз.
Мұхаммед деген сөзді Махамбет деп айтқан шығармыз. Бірақ біз шын ниетімізбен жасаған, айтқан барлық сөзді салтымызға, санамызға байлап, дәстүрімізге байлап қойған еліміз. Сол бізге қалған, бұл біздің құндылығымыз, қияметке дейін осы құндылық қалу керек біз үшін. Америка құрама штаттарындағы қазақ бауырларыңыз, сіздердің аға інілеріңіз маған жазады. Біз Америкада жүрміз деп. Басына қазақтың туын қойып, жүрегімен сағынған ел солар, отан сағынған. Міне, біз ортамызда жүріп өзіміздің қадірімізді білмей жатырмыз. Біз үшін құндылықтар ауысып кетті. Осыдан тура 17 күн бұрын бір ролик тарады әлеуметтік желіде. Барлықтарыңыз көрдіңіз, көрмеген адам жоқ. Бір кішкентай қыз телефонын жоғалтып алып, жылағайын көрдіңіздер. Өзіңіз ойлаңызшы. Мысалы мен имаммын, кейде қайтыс болған жаназаға барған кезде папасы, мамасы өлгенде бала бұлай жыламайды. Телефон үшін жылағандай мен өте сирек көремін олай жылағандарды. Қандай дәрежеде біздің ағайындығымыз бір-бірімізге бетімізді қараудың өзін алып қойды. Бұл қолданба деген сөз емес, жастар, телефондарыңыз болсын. Ең қымбат, ана прямой эфирден де көріп отырсыздар ғой, маған жазады, үйде дәрет алайын десем жылы су жоқ, бірақ қолында 700 мың айфон. Ей, мамаң жылы суға қолын жуатын уақыт келді ғой. Қарындасың жылы сумен дәрет алатын уақыт келді ғой. Жоқ, біз қолымызға чайникпенен туалетке 1 километр жердегі туалетке барамыз. Барамайсың, ол қорғасын. Жан-жақ қарай қыласың, болды, машина бүте түседі. Шындығы сол ғой енді. Зато біздің қолымызда айфон. Қазақ беспонтов, беспонтов қазақ ол. Сондықтан ардақты жастар, әсіресе ер азаматтар, сіздерге көп нәрсе байланысты. Қыз балаларға да көп нәрсе байланысты. Мына ұят. Хая, осы ұятты бейтіп көтеріп келіпті Жебірейіл періште. Кімге берейін десе, Алла айтты, қыздар Хауаға бердіпті, әйелге бердіпті. Еркек адам атаға берейін? Жоқ. Бұлар ұятын сақтаса, бұлар өзінің ұятын сақтайды депті. Бірақ өкінішке орай, жаңа ғана бізде бір подкаст сұхбат болды, сол жерде айттым мен. Неге ажырасу көп дейді? Себебі біздің орындар ауысып кетіпті. Әйелдер еркек болып кетті. Еркектер шаба, спор. Әйелдің орында түсіп кетті. Уже әйел нерві ауыр, кетші көрдің өтсе, тыңдағың келмейді дейді. Осындай болып. Анау мұрнын тыға береді, кастрюль, мастрюль, газ, плита. Бұл еркектің шаруасы емес. Еркек адам еркек болу керек. Спорласып, әйелге дәлелдеп, қыздарға чұқыған бала, бұл ең мезі адам болады. Идеальный адам таппайсың жер бетінде. Қисық болады, маймақ болады, мұрын картошка болады, бір нәрсе болады екен. Идеальный ешкім жоқ. Бір кемістік болады. Біз сол кемістік бар адамды идеал көргіміз келеді. Ол неден басталады? Ол «Я тебя люблюдан» басталады екен ғой. Содан басталады. Сонымен сен ойлайсың, құда берді маған, ой, берді дейсің. Есікті ашады, роза келіп жатыр, смайликтер келіп жатыр, гүлдер. Шашың ғой, не жерден ба, қанат шығады сразу, үшкіндеп тұрады. Сонымен неке болады, той болады. Ертесі күні есік ашылмайды уже. Сұрасаңыздар, күйеуіне көрген көп сол. Енді тағы бір аптаға жалғасатын шығар енді. Ол бітеді өмір. Содан кейін мына жақта новый мектеп, өмір деген мектеп ашылады екен. Сонда біз мына масканы шешіп үйренгенбіз да. Кешегі пандемия кезі біздің бетімізді ашып қойды. Біз мына врачтармен сөйлескен жоқпыз, простой адам. Біз бәріміз главврачтармен сөйлесіп кеттік қой. Бізге сөйтсек укол салатын адам керек екен ғой. Қиыншылық келіп еді, елдің бәрі не алды? Мешокпенен қант алды. Бірін жұлып. Елдің бәрі өліп отырса, сен қанша отырмайсың ғой, шекер жеп. Мысалда Құдай сақтасын. Алпауыт болған Түркия бүкіл әлемді киіндірді. Бәріміздің киіміміз ең мықтылары Түркия шығар енді. Гуччи жоқ шығар енді, білмеймін. Енді сол Түркияның өз кешегі жесілкіністе жынды болып қалды бүйтіп. Құдай бізді сақтап тұр екен. Сол үшін осының қадірін білейік, осыны бағалайық, осыны бір-бірімізге жақсы сөз айтайық. Кешір деп айтамай сен жүрсің, мен жүрмін. Бұл бірақ сөз бізге. Мен виноват емес, мен бір еркек әйелменен. Не істейін десем, мына әйелімді үйретіңізші дейді. Мен айттым, бұл үй үйретілмейді ешқашан деді. Неге дейді? Бұл семьяда ұлы сөзің ет жоқ, қатын екеу екен деді.
Түсінбедіңдер. Өзі әйел үйге біреу келеді. Ол еркекке келгісі келеді. Ол еркек көргісі келеді. А сен мынадан жамансың дедім. Әйел сен анау одан асып түсіп жатыр еркек. Еркек болу керек. Еркек болды, дыхалкадан бұрып құлап кетіп қалмау керек. Біз десек еркек десек. Бұл еркек емес, бұл ақымақтық болады. Ешқашан қыздарға қол көтермеген, жауыздың жауызы қол көтермеген. Сондықтан ардақты аяулы жастар, сіздер халы атаулына көрген, сол руханиятты өзіне туғылған ұлы мұрағатымыз, дініміз, руханиятымыз сол кемелдікке жеткен осындай дамыған мемлекетте біз келе жатырмыз. Құдайға шүкір, елді біз таныды. Енді соған сіздер үлес қосасыздар. Осы аз ғана алған нәр бұйырса сіздерді біраз жерге жетектеп, сіздерден тараған ұрымтақ осы мемлекеттің тық аяғына қадалып тұруына сіздер себепші боласыздар. Келешектеріңіз кемелді болсын. Енді сұрақтың көбі тиктоктан қалған жоқ. Дики кабани білесіздер. Сондықтан күнделікті қандай нәрсе керек болады? Мен өзі, адамды өзі тез, мен 3-4 облыста бас имам болдым. Сонда қараңыздар, әр облыста орта есеппен миллион адам болса, миллион болмайды, миллион дейік. Жұма намазына 4-5 жылдық өмірлерім кетті әр облыста. Сонда 5 миллион адам мен тыңдапты дейік. Әлеуметтік желі, мына тиктогі бар, инстаграмы бар, басқасы бар. 1,5 жыл, 2 жыл болды осыған шыққаныма. 2 жылда 285 миллион адам қаралып үлгерген екен. Күш па? Күш. Осыны дұрыс пайдаланбайды. Барсам, тикток деген харам деп айтқандар, қазір бәрі шықты тиктокқа. Мен қалып қалдым даже. Сөйтсек, бұны пайдалану керек екенбіз. Біздің күш екен осы. Жаңа айттым ғой, жастарға анау бір сөз бар, енді ауыл осы. Егер тау саған келмесе, сен тауға бар дейді. Сіздер жастар таусыздар. Сол тауға мен келдім. Баяғыда келуіміз керек еді, сол үшін кешірім сұраймыз, бірақ бүгін келдік. Жүректеріңіз қуатты болсын. Қандай сауалдарыңыз бар енді? Мынау кешіміздің кіріспе бөлімі бітті. Енді алдағы уақытта Нұрлан ағамызға деген сауалдарыңыз болса, кезегімен, ретімен ұйымдастырушылардан бір микрофон болса, мына жерге дайындап тұратын. Және де айтып өтетін, ұнап жатыр ма? Нұрлан ағамыздың әңгімелері. Ешкім анау аят, хадис, жұмадағы уағыз айтып тұрған жоқпын мен. Біздің кішкене қателіктерімізді есептейін. Біз анау жұмадағы уағыз айта береді екенбіз ғой. Бұл жұмадағы жамағат емес ол айтатын. Бұл жердегілер мешіттегілер айтсаң, мына молда қуыпты ғой дейді ғой. Бір сұрақтарыңыз оянсын. Меккенің шетінде бір имам бар екен, намазды өте ұзақ оқиды екен. Өте ұзақ оқиды екен. Созып бір ләззатына кіріп оқиды екен. Содан кейін бір студент балалар соған барады екен, ұзақ бүйтіп тұрып Құдайға берілеміз барады екен. Соң бір күні имам алыпты да Зілзала деген қысқа сүре оқи запты. Соң аналар ойлапты, имам бүгін асығып тұрған екен ғой. Құдай тамаққа ма бір жерге асығып тұрған ғой бұл садақаға. Депті да тұра беріпті. Бұндай болмаған бәленбай жылда. Содан кейін екінші рет тұрған кезде имам қайтадан сол сүрені оқып жіберіпті. Соны артындағыларды шайтан азғырады ғой. Мына молда қуды онда депті ғой. Бір сүрені 2 рет оқыды, вообще қуды депті. Соны сәлем береді, намаз бітеді, бәрі тарап кетеді. Ортада біраз жыл өтті дейді. Бұл балалар студент балалар екен. Содан кейін үлкен кітаптарды оқысақ дейді. Мұхаммед пайғамбар өмірінде бір рет бір сүрені 2 рет таң намазында оқыды деген хадисті оқиды. Сонда есіне түседі. Ана имам сөйткен екен ғой. Қап біз күнәсінің мойнымызға алыппыз ғой деп. Сол мешітке бармай қойған ғой бұлар содан кейін. Қуды молда деп. Соң келсе, адамдар жиналып тұр екен. Имам қайда десе, қайтыс болды, қазір желіп кетті бұл кісі. Болды депті. Сондықтан біз жақсы ой ойлайық. Адам пенде, жайдың идеал емес, ол қателеседі, әртүрлі нәрсе болады. Сондықтан өмірді бағыттай берсек, ар жақ құдай қаласа, көш жүре келеді, түсіреді деген осы. Ал ешкім жазбайды. Келінбе жоқ. Сұрай беріңіздер, қорқпаңыздар. Бізде қорқып, ана мұғалімдер ұрысады, бір нәрсе айтып отырады.
Ассалаумағалейкум. Менен мындай сұрақ. Біз қазір көбінесе жастар мына нәрсені енді айта алмаймын енді шатастырамыз деп. Бірақ сондай болады кейде біз ниет деген нәрсені шатастырып аламыз да, мысалға бірдеңе істейміз, хотя ол нәрсе қате, бірақ өзіңдей ниетіміз түзеу ғой деген сияқты. Соған өзіңіздің жауабыңызды айтсаңыз. Ниетім түзу ғой деп көп нәрсені дұрыс істемеуге болады. Ол бір белгілі бір қағиданың ішіне ниет сыю керек. Мысалы, мен ниетім түзу деп бала ұрып тепкілеп тәрбиесеші. Мен ниетім нормальный, жаман адам істеп отырмын мұны десе, или көп емес, қолын кесіп қойсам кішкене саусағын, бірақ ниетім жақсы ғой менің. Или боқтап сөйлейтіндер бар, қызығы сол. Боқтап сөйлейтіндер бар. На боқтайсың десе, мен ниетім жақсы ғой, нормальный боқтап отырмын. Мен жаман боқтап отырған жоқпын оны. Адам болсын деп отырмын. Десе, бұл шекараға сыя ма? Сыймайды. Ниеттің дұрыстығы белгілі бір қағиданың ішінде болу керек екен. Ниетім дұрыс деп, мысалы, шариғаттың үкімі ниеттің дұрыстығы Құран мен сүннетке байлансын дейді. Немесе бұл екеуінен табылмаса, елге іріткі салмайтын нәрсеге байлансын дейді. Десе де кейбір мәселеде ниеттің дұрыстығы қажет болады. Ниеттің дұрыс болуының ұлы шарты белгілі бір қағидаға, нүктеге байлану керек екен. Яғни бір жол, бағана мен ата-бабамыздың жолы деп бекер айтып жатқан жоқпын. Сол бір жолда болуымыз керек, рамкада. Менің ниетім дұрыс деп, елді адастырып жіберуге болады. Ниетім дұрыс деп, біреуді өлтіріп қоюға да болады. Сондықтан ниетті дұрыстаймыз. Бірақ ниетті қалай дұрыстаймыз десе, әу баста жасаймыз ниетті. Мысалы, ораза. Міне 23-нен ораза басталады. Оразаның негізгі шарты ниет болу керек. Және ниетті не үшін қою керек? Бұны құлшылық деп ұстау керек, бұйрық деп. Біздікілер кейбір адамдар азу үшін ұстайды. Ол да ештеңе емес, маған баяғыда бір айтады. 5 күн болды ораза ұстағаныма дейді. Ешкім ауызашарға шақырмай жатыр мені дейді. Ниет дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Кейбір жеңгелеріміз бар, ағаларымыздың шустрый әйелдер болады. Сол өзінің подъезін, туысқандарын, кластастарын, достарын бірінші шақырып алады ауызашарға, бірінші беріп алады, бірінші күні, екінші күні. Так, күтіп жүреді. Что-то бізді ешкім шақырмайды. Өзі жеді мен үйімде, пакетімді алып кетті тағы. Сол биыл беремейді, мына шақырған адам бүгін беремейді. Бұл келесі жылы береді. Сонда ұмытпай жүріп, соған өткен жыл берген жауабыңдар, деп бетіне басады. Сол нәрседен сауап бола ма десе, сауап болмайды екен. Біздің сауап алу үшін жауап күтпеу керек екен. Жауапты кім береді? Құдай береді екен. Біреу келіп Мұхаммед пайғамбарға айтыпты, мен бұрын жақсы адам болғам депті, жақсылықтың бәрін аямай көп істегем. Енді сол бұрынғы жақсылығы мұсылман болмай тұрып істеген жақсылығымнан маған қайыр бола ма десе, қайырыңды алып тұрсын ғой депті. Қайсы десе, сенің мұсылман болғаның Құдайдың сыйлығы емес пе саған? Біздің жақсы болғаны Құдайдың қайтарады. Сол жерде отырғандардың батесі саған жаманшылығын шарт қуаныш емес пе? Жеткілікті емес пе? Көзіңді соқыр қылып қойса, Құдайдың құдіреті жетпей ма? Мен барлық жерде ойып тұрып айтам. Біздің Қызылорда облысында бәте берген имам молда отырып бәте берсе, сіздер қалай батаны аласыздар? Тұрып алады. Неге? Бұл қайда бар? Бұл дәстүр екен. Бұл әдеп, ислам әдеп екен. Өйткені бұл қызметші екенін көрсетеді. Мен тұрып тұрмын, сізге тәуе етіп тұрмын, қызмет етіп тұрмын деген сөз. Егер бәте берген адам Қыдыр ата сияқты тұрып бәте берсе, онда қазақ не істеген? Бір тізеге сүйеніп бата салған. Бұл үлкеннен төменге құрмет болды. Осыны дүние жүзінің Жапон авиалиниясы деген болады. Бүкіл әлемде стандарт берген самолет стюарттар. Солар кішкентай баланың креслода, самолетте, ұшақта отырғанын көрсе, тізесін бүгіп, былай сөйлесе деген баламен. Менің көзім семен бірдемен мынандай, біз ше, өтірет дейміз үйде. Содан сөзіміз бізден қорқады, бабай. Біздің әке-шешеміз, еще мамамыз қатыр қойды. Қазір әкені айтам дейді. Анау байқұс бұтына жібересіз дейді. Бір Гитлер келеді қандай болады. Жақсы көрмейді бізді, шындығын айтқанда. Көп әкелерді жақсы көрмейді біздікілер. Неге? Қорқыныш иесі. Солай болу керек пе әке деген? Жоқ,
әке деген сағынып күтетін адам болу керек. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сағынып күтетін адам еді. Әйелінің өзі 50 жастан асып үйленгенде көшеде екеуі жарысып жүгіреді екен ғой, Айша екеуі. Ой, біздің 50-дегі кісілер жүгірсе әйелімен. Өлдік қой, бүкіл туысқан отырғызып, жиналыс ашып, ажыратыпнан екеуі. Басын. Бірақ сөз қой бізде. Дуалап алды дейді. Ол басқа сөз жоқ бізде. Ұялмай-ақ пайғамбардан сұрапты, сіз кімді жақсы көресіз десе, әйелімді жақсы көремін депті ғой. Ойпай, біздің достарың айтып қойшы, әйелімді жақсы көремін деп. Подкаблучник деген сөз бар. Өлдім сол жерде, екінші саған қол бермейді. Бұл не болып бара жатырмыз сонда? Біз өзіміздің Құдай қосқан, енді сен дүниеден өтіп кетсең, мен бұл айтпай қойыншы, тірілсін айтайық. Сасық нәскиін кім жуады? Кластас екеуміз доспыз ғой, шын доспыз ба, шын доспыз, қанымызды біткен доспыз, нәскиін жуып бердеші. Жумайды. Сен кім деп отырсың, мен пашал болдым дейді. Пашал болдым дейді. Сол жерде достығым бітеді. Ана кафеге барамыз бәріміз. Кафеге барғанда официант келеді да, қолымызға не береді? Меню береді. Менюді ашып алып келген қыз да бүйтіп күшті жүріп берсе дейді. Бүйтіп жүріп тұрамыз да, рахмет дейміз. Тамақ әкелген сайын рахмет дейміз. Ол бекерден бекер әкелген жоқ. Сенің үстінен процент тамады оған. 1% па 10% алады. 15% алады. 10% үшін ол ішіне сен боқтап отыр, қақалы мүлгілі таңқалет деп отыр. Бірақ сол үстіне сіз ыржыңдап тұрып саған рахмет айтасыз. Үйленген жігіт әйеліне рахмет айтқан көріп бердіңіздер? Ол бесплатно әкеледі, ол чаевой алмайды сенен. Бесплатно, үй өлгенше қызмет істейді саған. Сонда рахмет деп айтады екенбіз біз. Бәріміз айтады екенбіз. Мен көріп жүрмін. Қайтыс болғанда жаназаны бүйтіп қойып, Қажекемен бір сөз сөйлейінші дейді, еткенде екен, ағамыз, не болсын? 40 жылдан аса осы әйеліммен тұрып, әй, Сәуле, саған рахмет деп бетіне айтпаппын. Өлгенде қабіріне айтайыншы осы жерде жерлемей тұрып сіздердің алдарыңызда. Енді сол өліп қалғаннан кейінгі рахметтің құны бар ма айтыңызшы? Құлағымен естімесе, көзімен көрмесе, тірісінде боқтап, ұрып, аузына келгенді сөйлейсің, сонда рахметтің пайдасы бар ма? Сондықтан рахметті айтатын кезде айтыңыздар. Сол лайықты рахмет деуге. Бәріміз бір-бірімізге рахмет айтуымыз керек. Бірінші наурыз көрісу күндері келе жатыр. Рахмет айтатын күндер келе жатыр. Айтыңыздар бір-бірімізге. Бізге емес, бізге рахмет айтса екен деп садақа беретіндер бар. Біз біреу айтады, есік алдында бір Петро бар дейді. Петроға садақа берем дейді, жаңағы 5 теңге 10 теңге. Содан кейін ертесі күні Петро амандаспайды дейді бір күн дейді. Сен тұрдың оқ дей семірген екенсің ғой деп айттың дейді. Сонда қанша бердің дедің ғой? Білмеймін, 50 теңге бердім. Сонда 50 теңге үшін саған рахмет айту керек па? Сен 50 теңге бермесең де өліп қалған жоқ ол Петро. Бірақ рахмет үшін істемеңіздер. Құдай қайтарады. И балаға да қызмет істегенде рахметті күтпеңіз. Ата-анаға істегенде де рахметті күтпеңіз. Мәдениеттік ол емес. Біздің батыстағы мәдениеттің кейбір жері біздің қазақ мәдениетіне келмейді. Біз жауап бермей, таспен атқанға таспен атамыз. Тағы сауалдар. Қол айта берсін, Қол шапалақтау деген дұрыс сол кей жерде пайда. Қол шапалақтау тұрған ештеңе жоқ. Марқұм Әбсаттар Қажы Дербісәлі деген Қазақстанның бас мүфти өтті. Сол кісі мен қасымда бір мешіт ашып жатырмыз. Сонда жаңағы енді ол негізі араб дүние, мұсылман дүниесінде енді жоқ қол шапалақтаушы енді. Біз барлығын ол жаққа бой түзей бермейміз ғой енді. Қазақтың өзінің дәстүрі бар, әдеті бар. Сөйткенде енді мешіт ашып жатырмыз, ол кісі айтты, ай қалайық, шапалақтамаңдар, Аллаху акбар деп айтыңдар деді. Содан бір коммунист шалдар отырған алдында. Қызық осылар не істейді екен деп қарадым. Сөйтсем, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп екеуін қосыпты да бүйтіп. Сөйтсек, шапалақтауда тұрған ештеңе жоқ. Жаңағы мен иншалла, машалла деген сөздер туралы айттым ғой. Бұл Құранның сөзі. Бұл өзгермейтін сөз. Бірақ бұны айтатын адамның кішкене сиқы, сипаты сол сөзге чуть-чуть жақын болу керек та. Кешке дейін арақ ішеді, пиво ішеді,
ертең бас ауырып тұрады. Соны екі дос кетіп бара жатып, обедте тағы кездесіп тағы ішейік десе, анау айтады, иншалла деп айтады дейді. Мысалы. Сондықтан айтқаным сол ғой. Біз кішкене сол ана Аллахтан мына шабу жоқ десе, қазақ дәстүрінде шариғатта мейлі. Біз сонда басқа жағымыз не? Шариғатпен өмір сүріп жатырмыз ба не соншама? Ана музыка тыңдау харам деп жатыр да енді. Мен халал деп тұрған жоқпын. Бірақ сен автобусқа мінген кезде музыка естідің, барлық жерде разгон. Астағфирулла деп сен шығып кетті. Жаяу бар, кім қойды деп саған? Біреу наушникпен тыңдап жатса, оның құлағын жұлып, кәпір, тозақ. Сен неше тағың бар еді? Не басқа жағын жетіп тұрма не? Бір үйге бардым. Енді ұлы сөз ниет жоқ, қыздар кішкене оранып, орамал тағады екен. Соң қолым жуайын десем, кухнясының бер жағына. Ана қыздар, астағфирулла деп қашып барады. Оған қарап жатқан мен жоқ. Шығып баратым, тағыдан астағфирулла деп қашып барады. Құдай сен. Сен кухняда чай ішіп отыр ек, үйдің иесінен сұрадым. Сіздің қыздарыңыз мектепке, магазинге бара ма десем, барады дейді. Автобуспен жүре ме, машинамен жүре ме? Жоқ, автобуспен жүреді дейді. Автобуста еркектермен бүйтіп тұра бере ме деді. Тұра береді дейді. Онда не керегі бар менің алдымда мынандай нәрсе жасап 200-лікті? Как будто бір еркек көрмей жүргендей. Или мен бар жүгіріп құшаққа бас салатындай салады. Астағфирулла. Айналайын, кішкене өзіңе қарасай сен. Сәл орамалар тұрып саған ешкім сөйлемейді де ешкім. Сен өзіңнің мына дидарыңды сәл бейт төмен ұстасаң, болды имандылығың саған ешкім жоламайды да. Енді мынау орысша показуха дейді ғой. Мына Аллахан соғу күнә дегендерге айтарым, сен басқа жағыңыз реттеп алайықшы біз. Басқа жағымыз қазақ рухы ағайында бауырмашыл болып, имандылығымыз, рухымыз бүйтіп шелектен құйылғанда құйылып барса, сол кезде жаңағыларды айтса, сен анау барлықтарыңыз естідіңіздер ғой, баняға, душқа жалағаш түсуге болмайды дегенде. Өзім кабинаның ішіндесің, ешкім жоқ. Не, пальтомен түсемізбен, пуховикпен дұрыс қой, сен тақуалық бар ол, ешкім қой демейді. Бірақ сенің тілің 2 метр, өсек айтқанда. Біреуді жамандағанда 3 метр, көзің біткен күнәға батып, сварка болып бәрін қарап. Мешітте молда айтыпты ғой, қыздарға қарама керек депті. Тек қана қарамасы бір рет қарауға болады, кім екен болды деп екінші қарауға болады. Сосын екеуі 2 жігіт келе жатыр дейді да. Сосын бүйтіп қарап тұр дейді. Қойсайшы, молда айтқан 2 рет қарама деген. Жібермей қарап тұр дейді ғой. Сөз бір сол. Сондықтан айтқан бол, кішкене мынау лайықты болған дұрыс та өзі. Өтірік жасап, мен өз жасандылықты ұнатпаймын. Бар ма? Бар деп айтамын. Жоқ па? Жоқ деп. Сол қасиет бізге сіңсе, идеалды көрсеткенге тырысамыз да біз. Мен ондай жоқ қой енді, жоқ деп айта бер енді, сондаймын деп. Ол сонда жақсы болады. Сонда дін болады, сонда мұсылмандық болады. Саламатсыздар ма, жастар, осы жерде саламаттық бағдарламасы. Сізге қоятын сауалым, жақсыда тек жоқ, жаманда тек жоқ деген жастарымыз біздің шұғырлы, жақсы дегенмен де тереңіне осы сөздің әдептілігін үйренсек деймін. Сіздің аузыңыздан. Жақсы. Құранда қасас деген сүре бар. Кек деген сөз. Кек алу бар нәрсе, атам қазақтың дәстүрінде де болған, 7 жарғы заманында қолға қол, құлаққа құлақ, мұрынға мұрын деп келген. Бірақ соның ұлы нәрсесі Құранда Қасас сүресінің аятында тұр, сендерге кек алу рұқсат берілді деп тұр. Бірақ аяттың жалғасы бар. Кешірімді болғандарың одан жақсырақ. Жақсы тонның жағасы бар, жеңі жоқ, жақсы адамның ашуы бар, кегі жоқ дейді. Немесе лә хәджра бәғда сәләс, 3 күннен артық кек ұстау жоқ бізде. Болмайды. 3 күннің өзі дұрыс емес. Шай орамал кепкенше дейді. Айтты қалу керек. Біздікінде тістеніп жүретіндер бар. Мына ораза келе жатыр, оразаның қадір түні дейміз ғой. Қадір түнінде Жибрил періште жерге түседі. Ва малаикату ва рух, барлық періштелермен Жибрил түседі. Сол кезде Жибрил бүкіл періштелерге бүйтіп айтады екен. Елдің тілегіне аумин деңдер, бірақ бір адамның тілегіне қосылмаңдар дейді екен.
не сұраса ол сұрасын дейді. Ана бізде қазақта сөз бар ғой, сенің тілегің періштенің құлағына шалынсын деген. Сол періштелер саған аумин дегенде бір адамға айтады екен, жоламаңдар оған дейді. Кім десе, біреуді кешіре алмай жүргендер депті. Сен жынданып жүрсің, ол баяғыда совет үкіметінен бұрын саған бір жаманшылық жасаған, көрсетемін деп саған. Дейсің де жынданып, Құдай мені кешір десін. Сен біреуді кешіре алмай жүріп, қалайша бүкіл әлемнің иесіне бетіңмен айтасың, мені кешірші деп. Сен мынаны кешір. Содан кейін оған жауап. Бізде бәленбай жыл ұстап жүріп, келдің бе алдыма? Көрсетемін саған деді. Мұхаммед пайғамбар Меккеден қуып шықты, ұрып тепкілеп бәрі. Ортада көп жылдан кейін бұлар Меккеге кіріп келді әскермен. Қолдарында ту, қасында бір сахаба түйенің үстіне келе жатыр еді. Әл-яума яумул мәрхама деді. Бүгін кеттерімізді қайтаратын, жараларымызды жазатын күн дегенде пайғамбар естіді да қолынан жұлып алды да туды. Әл-яума ол кешіретін күн. Жай ренжіткен жоқ, сахабалардың шешесін өлтірді, зорлады, бәрін істеді. Соны кешіруге міндеттісің деп тұр, туды алып тұр, бүгін кешірім күні деді. Атамыз қазақ алдыңа келсе, атаң қылмайды. Бұл сөз білесің бе не сөз? Мына кісі дұрыс айтты, сөзді түсіндіріп беріңізші. Біреу келеді саған, мен сен папаңды, мамаңды, или атаңды өлтіріп беремін десе, кешірші десе, кешір деген сөз. Білмеймін, бұндай халықта, басқа халықта сөз жоқ шығар. Кешір деген сөз. Мен бағана айттым сөзім ішінде, кешір деп айтамай мен жүрмін, кеш деп айтамай сен жүрсің. Сондықтан ол айтпаса да сіздер кешіріңіз. Маған жиі көп адам жазады. Жазған кезде бүйтіп жазады. Баяғыда дейді, сізді білмеген кезде сізге көп жаман сөз айтып едім. Қазір біліп көргеннен кейін мен кешіріңізші. Мен түнде жатар кезде сахабалардан, аталарымыздан үйренгем, жатар кезде, я Алла, менің ешкімге кегім жоқ. Ана дүниеде маған да ешкім асылмасыншы. Сенде кегім бар деп. Менің ешкімде кегім жоқ. Не істесе де, маған да ешкім асылмасыншы, мен де ешкімге асылмайды деймін. Сол үшін ғой, жатар кезде отты өшіріп жат деген не? Кешірші мені деп айтты. Біздікіндер жаңағы өліп қалғаннан кейін алдына қойып, молданың алдында, немесе кетіп қалғаннан кейін жылап. Не пайда? Көз қаққаннан да пайда жоқ. Суға батқан адамға не керек? Кішкентай ағаш керек. Судан шығып кету үшін. Суға батып өлгеннен кейін Титаникпен келсең, о деп, құтқарамын. Не пайда? Сол біздікі кеш қалған мейірім. Қаласаң да, қаламасаң да кешесің. Бірақ кешірімді болған, бұл жүректегі жараны кешіреді. Әсіресе кейбір балалар, қыздарға айтқым келіп отыр. Менің жігітім, мен тастап кетті, кешіре алмай жүрмін. Ол жиі келсе, мынадан бастады ғой жаңа. Любит, не любит, не любит. Тура тағалет, не любит шығады ғой да. Расчет солай еді. Не білесің ба деген сондай болып шығады. Содан басталады. Содан мен мойына жіп салып, 9-шы этаждан секіріп өлем, немесе асылып өлем. Өздеріңізді көрсетем, эфирді жазып біреу, өлетін болдым деп. Енді өлсем, жаназаны барып оқып, ет қайтамыз бәріміз. Не өзгереді одан? Ештеңе өзгермесе, өмір сүргенің пайда біз үшін, ел үшін, қоғам үшін, өзің үшін. Өлгенің керек десең жаназасы оқылмай қалады. Ел үшін оқи береміз, шум болмасын деп. Бірақ бәрібір ол өтпейді Құдайдың алдынан болмасын. Сол саған керек па? Қайта қасық қанын қағанша өмір сүр. Эвтаназия деген исламда тыйым салынған. Эвтаназиядан қиналып жатқан адамға укол салып өлтіре салу болмайды. Ең соңғы сәтіне дейін сен қалу керексің. Тірі болғаның керек. Бір қыз ентідан ең төмен бала алыпты да, өз-өзінен жаңағы секіріп асылып өлем деп, әкесі шешіп алып, маған психологиялық не жүргізіп беріңізші деп алып кетті. Сөйлестім, қызды дәлелдедім, бірер уақытым кетті, бірақ қыз райын өзгертіп, жаңағы газ гюаға түсетін жерінен оған түсе алмай, басқа бір рядовой оқуға түсті. Бір жыл болмай әкесі тағы звондайды, звондаса қорқатын болдым, тағы секіріп жатырма деп. Жоқ, қызым күйеуге шықты дейді. Соны алып кетуге келеді, сіз некесін қиып беріңізші үйден дейді. Жақсы. Сол қызға, некесінің қызына келді ма, қызға айтамын ғой. Өліп қалғанда күйеуге шықпайтын не дедім. Сен жоқ дейді. Сен айтып, есімде ма? Сен анау күшті оқуға бардың. Мына баланы қайдан таптың дедім ғой. Баланы мына кейінгі рядовой оқудан тапқан, екеуі жарасқан сөзі. Соны күйеуге шықты соған.
Айтам, егер сен Казгуға юаға түсіп кеткенде бұны таппайды деді ғой сен. Демек, әр нәрседе қайыр бар екен. Әр нәрседе жақсылық бар. Сен ойлайсың, маған қайыр емес деп. Бір бала айтады, машина алдым біледі. Құдай біледі, сен еріңді жынды екеніңді. Кішкенірек береді саған машина. Өйткені газды басып, бір бөлін баласын өлтіріп қоясың сен. Саған пока велосипед жақсы. Или одан да жақсы, аяғың жақсы да. Аяғында тромба болмай жаяу жүрген жақсы бар. Қарның шықпайды біз сияқты. Әдемісі тапсымен накачан качок қойып жүресің. А машина оның бәрінің қарның шығып кеткен. Имам Ғазали айтады, сабақ беріп отырған ғой. Адам тамақты мынау денені кеудені көтеретін дәрежеде ішу керек депті. Аз ғана ішпеген ғой. Сөйтсе бір шәкірт қолын көтеріпті. Не болды сен? Ал одан көп ішсем не болады депті. Онда тамақты сен көтеріп жүресің депті. Қарның шығып көтеріп жүресің. Мен тастай алмайсың оны, біреуге бере алмайсың арендаға. Сонда дүние болып қалады екен да. Сол үшін жастардың спортпен айналысып, кішкене мынау тартыңқы болуы бұл жақсы нәрсе. Сол үшін шығар біз заңменен жазып қойдық. Қазақстан имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын мойындайды деп біздің діни заңымызда жазып тұр. Иә? Имам Ағзамның әдеті бойынша намаз оқыған еркектер қолын қайда қояды? Кіндіктің қай жеріне? Кіндіктің қай жағына қояды? Кіндіктің астына қояды. Осы жерде бір қосымша бар. Қарның шығып кетпесе керек. Қарның шығып кетпесе үстіне қойсын мектесін. Сол үшін кішкене астына қойсын деген сөз хушу деп айтылады. Яғни берілу деген сөз. Кішкене мойынсыну деген сөз. Шығып кетсе бүйтіп тұрасың, талдай көтере алмайсың. Олай емес. Былай тұр. Біреу намазға барған, тахаджуд түнгі оқиын деп. Ертеңгісінде есік жоқ, мешіт жоқ, қайбір мешіттен, мешіт тұр ғой. Сонымен намазға тұрса, артында біреу деп демалып жатыр екен. Мен тексеруге керек, көрсетейінші деген намаз оқыған деп, бүйтіп тұрып, шайқалып, кайфқа түсіп, валнаға түсіп, нарахати оқыған ғой енді. Көрсетейін сендерге қалай оқу керек екен деп. Ай, оқып жатыр деп бүйтіп. Анау да қоймайды, демалып жатыр, бұл да оқып жатыр. Шаршаған ғой енді байқұс. Сен кім екенін деп бұрылып қараса, ит кіріп кетті мешіттің ішіне. Ит кіріп кетті. Соны өз-өзіне айтты дейді ғой. Ей, ит, сенің намазың ит намаз болды ғой депті. Жағыну үшін бағана сөзге. Не керегі бар? Анау көріп тұр ғой мені деп. Бүйтіп тұрса, бүйтіп тұра қалып. Анау астағфирулла деп сөйлейтіндер. Сөйлеме емес, бірақ сен соған лайықты бол. Выделяться етпе. Көп адамдар бар. Жұма мүбәрәк болсын. Жұма қабыл болсын. Өзі жұма көрмейді өмірде. Өзі мешіт көрмеген сонда. Сол сөйтіп бір-біріне сонда уағыздарды жіберетін адамдар сол өзіңе сіңірсеші бірінші. Мына мен айтқан сөзім бірінші өзім үшін айтып жатырмын. Менен қалса сіздерге. Сондықтан өзіңнен баста туба, сүйінші болсын дейді. Кімге? Өзімен алысқан адамға дейді. А бізде наоборот біреумен алысамыз. Жаңа айтқан сен дұрыс емес. Сен дұрыс емес. Жоқ, олай емес. Дұрыс оныкі. Ол сенің дәрежеңе жеткенде ол өзгереді бұйырса. Біз өзгереміз, біз жақсы боламыз. Дауыстай бер, естіледі. Былай етер, естеймін. Мен сұрақ қоя берейін. Жоқ, қазір. Көрмей қалып берші, қазір. Менде мынандай бір сұрақ бар да, қазіргі жастар мен білем деген терминді, мен ақылым деген терминді өздері айтты да, ал былай қарап отырсаңыз, үлкендердің дін ретінде сөздерін дұрыс қабылдамайды. Менде мынандай бір сұрақ. Кезінде Осман империясы бойынша ер кісілер ұзын, әйел кісілер хиджаб орамал таққаннан болған. Ал хандық кезінде мұндай мүлдем болмаған. Өзіміздің мәдениетіміз болды. Ал қазіргі таңда енді жастарға айтсақ, дінді бірінші орында қойған ол дұрыс, бірақ мәдениет туралы айтсақ, қабылдамайды. Өткіз жүректі просто игнорировать етіп, былай қарап отырсақ, бұл да психологияда ойнап тұр ғой, бір жағынан қарап отырсақ. Енді әке-шешелеріміз, осы жерде отырған жастардың біраз әке-шешелері оны құптамайды. Қазіргі актуалды тема болып отыр, араб болу деген сияқты. Бірақ әке-шешеміз енді ұзақ өмір сүрген, бұларды өмір көрген, бұларда ақымақ емес. Былай қарап отырсақ, енді осы жерде өзіміздің ойымызда айтайық. Осы бағаналы бері айтқан сөзім осы. Қалай болғанда да
қандай адам болсаң да мінезіңмен көрсетсең, сені бәрі сезеді. Бір мектепке барып, ана интернетте шықты ролигі, қыздың басындағы орамалды бүйтіп жұлған директорды көрдім да, сол іздеп сол мектепке бардым мен өзім. Директор қабылдап, ой, сіз келеді деп ойлаған жоқпын. Келдім мен. Неге жұлдыңыз? Бұл қыздың неге нәсі бар? Деп едім, алдында тұрған ноутбукты маған бұрды. Бұрды да коридорда мынандай камераға қызбенен, жаңа орамал таққан қызбен 2-3 қыздың ортасындағы сөз таласы тұспапты даусымен. Қарап тұрмыз, ана камера түсіп тұр. Бағанағы орамал таққан қыздың аузынан шыққан боғауыз сөз сып-свежий боғауыздар әлі. Краскасы кетпеген. Мен естімегем ондай. Көп нәрсе естілген жоқ, соның ішінде сондай жаңадан естіп өзіме бір әлем ашты, сондай сөздер бар екен ғой. Соның директордың айтқан сөз, сіз осы қызды қорғап келіп тұрсыз ба деді. Қазақ айтады, жер жарылмады, мен кірмедім дейді. Отырған орында отырдым. Не айтарым білмейді, қай сөз өзімнің сөз запасынан сөз шығарғым келіп тұр. Жас қыз. Содан бұл бірінші деді, енді тоқтаңыздар. Екіншіде завуч шақырды, ана табен алып берші. Табен сенесіз бе? Барлығы басынан аяғына дейін 3. Бұл 3-ке де лайықты емес деді. Просто біздің мектептің рейтингі түсіп қалмасын деп 3 қойып атамыз деді. Зато бағана қыздың хадиспен айтқан боғауыздары ұшып атыр ғой, әдем кетіп атыр мектеп. Соны таңғалдым. Бұдан айтпақ болған не? Біз жаңа сөзімізден соған лайықты болу керексің да. Сені қорғау үшін бір кез келген бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Орамал таққан қыздар Құдайдан қорқып таққан қыздар ол. Ол сен мен үшін сынайтын қыздар емес ол. Және орамал таққан қыздар, орамал тақпаған санамаңдар. Кімнің ақыры неме болатын, немен аяқталатын, оны Құдай өзі қазақ айтады, ақырын оңды, ақырында көреміз. Бәйгеге шапқан жүйріктің финишінен мәресінен көреді. Сол мәресін оңдасын деген атан қазақ. Түбін оңдасын деген. Сондықтан түбіміз қайырлы болсын. Бізге уақыт болып қалды деп отыр. Айтыңыз. Соңғы сауал болсын. Армысызға адамымызға көрді. Рахмет. Сыр еліне, соның ішіне жыр еліне келіп бұнда сөзден де, сұрақтан да кенде емес ешбірі. Жастар және руханият деген жаңа бастамаңыз әрі қарай жалғасып, ізін таба берсін. Енді мен сіздің сөзіңізге сұрақтан бұрын бір кішкене бірдеңе айтсам деймін. Сіз шынымен Құдайдан бізге осы күнге дейін Құдайдан қорқыңдар деп уағыздың бәрі естіп. Меніңше Құдайды жақсы көріңдер деп негізі сіз өзіңіз айтқанда үйрету керек секілді. Өйткені бізде Құдайдан қорқыңдар дейді да, бірақ ең бірінші ата-анаңнан бұрын Құдайды жақсы көріңдер дейді. Ал қорқып тұрып жақсы көру деген мүмкін емес секілді. Ал жақсы көрген нәрсеге қиянат жасау да ол бекершілік. Қиянат жасай алмайсың жақсы көрген нәрсеге. Мысалы, ата-ананы жақсы көріп тұрып, ата-анадан қорқып тұрып, оған бар сырыңды айта алмайсың дегенде, Құдайдан да қорқып жүре беріп, сен естігеніңді өзің білмей қаласың. Ал жақсы көру ол басқа бөлек әлем деп білем. Ал енді мынау бір жапырақта Құдайдың қалауы жерге түспейді дейді ғой. Енді қазір Түркияда да зілзалалар болып жатыр. Японияда да болып кетті, кешегі коронавирустерде болып жатыр қаншама. Енді кейбір белгілі имамдарымыз осыны Құдайдың қаһары деп есептейді. Құдайдан келіп жатқан. Ал негізі меніңше бұл бір табиғи апаттар. Ол әлем болғаннан кейін, әлем жаратылғаннан кейін ондай апаттар болу керек. Мысалы, кешегі Швейцарияда сол Құранды өртеген видеолар қарап жатыр. Мүмкін Құдайдың шынымен Құдайдың көз түзу болса, сол сояқ бірінші негіз кетіп қалар еді, кететін болса. Түркия бір тәубесі жоқ, шүкіршілігі жоқ мемлекет деп те айта алмаймыз. Ояқта қаншама хафыз қарилердің бәрі сояқтан шығып жатыр. Біз бірден-бір ислами мемлекет деп сол жақты біз мойындаймыз. Олардың барлығы меніңше табиғи апаттан болып жатқан секілді. Мысалы кезінде Лот қауымы, Ялғұрттылар, иелерінің мысалы қауымын Құдай қалай жоқ қылып жіберді бірден. Нұқ қауымында бірден су топаған бастап
сол секілді егер Құдай қаласа ондай кәпирлердің бәрі жоқ қыла алады. Меніңше бұл Түркиядағы барлық болып жатқан нәрсенің бәрі табиғи апаттар деп білемін. Ал оны кейбір имамдарымыз Құдайдың қаһары сендер соны ескеріңдер. Мысалы кешегі Арабияда жап-жасыл болып кету, ол да бір табиғи құбылыстар. Ол да ертең қайттан жасыл алқаптан қайттан шөгеді барлығы. Құрғақшылық болып кетеді. Осыған ойыңыз қалай өзіңіздің? Әрбір 8 жылда 9 жылдың айналымында Меккеде жаңбыр нөсерлі жыл болады. Сол жылда жаңбыр көп болған жерде не болады? Су болады. Су болған жерде өсетін барлық нәрсе. Соны қарап ойбай ақыр заман келді деп жаңағы айтып. Сол келді бопты енді. Пайғамбардан да сұрапты ғой, қайта келіп, ақыр заман қаша депті. Сол қарамай былай жүргізе берсе тағы мына жағына шығып апты ғой. Сөйтсе бұрылып дайынсың ба депті ғой. Сол айтқан адам өзі дайын ма екен соған? Мәселе сода. Содан кейін жаңа айттық қой, қорқыта бергеннен емес, мүмкін енді ол адам сол қорқытсам бір әсерлі болып кете ме деп ойлайтын шығар. Бізде бәрің өлесің деп айта берген ғой. Сөйтсе біліп отыр. Ничего, өлсек өлеміз, көреміз деп отыра керек дейді. Сондықтан ол қорқытуға әсер бермейді. Жаңа айтқан Құдай жақсы көреді. Жақсы көргенде Құранның барлық сүресінің бір сүреден басқасының барлығының кешірімді, рахымды, мейірімді деген сөзбен басталады. Бір әйел мен күйеуі теңізде неге шығады? Жолға шығады. Жақсы көрген әйелі. Содан кейін кемені еркек ойнапты да бүйтіп ары бері қимылдатты қайықты. Сөйтсе әйелі күле берді деп күледі. Сөйтсе пышақты алып қанжарын шығарып әйелінің мына жеріне қойса, әйел тағы күліпті. Сен неге құрсыз? Сен мені жақсы көресің ғой, жақсы көрген адам ешқашан қиянат қылмайды депті. Тура сол сияқты Құдай сізбен бізді жақсы көреді. Осыны түсіну керек. Жақсы көрген үшін мүмкін кейбіреулерге ескерту, кейбіреулерге қайтару, ол табиғи нәрсені Алла қойып отырып болуы мүмкін. Бірақ сонымен барлықтарыңыз көргенсіздер, Индонезияда ма бүкіл мешіттердің бәрі, үйдің бәрі қирап, тайфун су басқан кезде бір мешіт қана аман қапты деп бүкіл бәрі қирап жатқан бір мешіт жерде. Содан кейін білдік, сөйтсек фотошоппен жасап қойыпты. Фотошоп жасап. Өтірік құнсыз нәрсе де бұл. Ол сенетін адам бүкіл дүние қирап мешіт қалса да біз сенеміз. Қалмаса да сене береміз. Бізге ол орысша айтқанда погода жасамайды. Аспанда біреу қойып Аллах деген жазу шығыпты. Соны бәрі сеніп кетті ме не? Маған бір кісі келеді, бұрынғы бір істеген жерінде, постоянно тас қалған. Не жерде Алла деген жазу өлмеді. Жоқ дейін кетеді, жоқ дейін кетеді. Бір күн сұрадым, не үшін келесің? Қой бағып жүріп дейді, Алла деген жазу болса дейді, соны алып келіпсің, сіз Алла деген оқып берсеңіз, журналистер шақырып, соны интернетке бір шыққым керек дейді да, телевизорға. Ой, аға, тас іздемей-ақ, тасқа токарьға барсаң, сызып береді үстіне Алла деп. Соны бүйтіп көрсетеміз де кете береді. Сол жалған нәрсе не керек бар иман күшейту үшін? Иман күшейту үшін бір нәрсе керек демейді ғой. Иман күшейту үшін ақыл керек дейді. Құдай өзі ақыл берген бізге. Хайуан әлемінен сол ақылға салып көрсең көп нәрсе шығады. Басқасы былай тұрсын, туалетке кіріп шыққанның өзі саған көп ақыл қосады. Өз қалауыңмен барып, ешкімге тәуелді болмай өмір сүргенді жақсылық емес па? Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш, ақылымыз беріп, келешегіміз кемел болсын. Рахмет. Нұрлан ағаға деген бір қошеметтеріңіз болсын. Және де сіздермен осындай Нұрлан ағамызды кездесуде ұйымдастырып берген облыстық жастар орталығына деген қошеметтеріңіз болсын. Сүйлі сұхбатыңызға рахмет ағам. Қаншама мына тәрбиелік мәні бар, қаншама бір өсиетті сөздер айттыңыз. Енді естті құлаққа бір ауыз сөзде жеткілікті ғой негізі. Аз айт, көп айт, кез келген адам өзіне байланысты. Негізінен осы сыр жастардың артынан рахмет, Алла разы болсын. Нұрлан аға, енді сізден соңғы бір өтініш болса, ана жерге нөлевой отқа түсеміз. Бір облыс басшылығы кеше мен өзім сөйлесіп, осы алғыс айтқым келіп отыр. Облыс әкімі орынбасары, одан кейін мына дін істер департаменті, жастар бөлімі. Егер осы кісілер қаламаса, мен қанша осының алдында бір рет келіп, мешіттің алдында тұрып, енді ұлы сөзіне жоқ сүмірейіп кетіп қалғам. Құдай-ай, қашан біз өз емін-еркін айтатын күніміз болады, қашан біздің жақсы кең күніміз болады деп. Рахмет. Сіздер осындай болсаңыздар, мына азаматтар әлі талай шақырып, талай жақсы жиындарымыз өтеді.
Барлығымыз кетіп қалмай естелік суретке түсіп алайық. Иә. Жоқ, теңіз қарайды. Найди меня деген сурет бұл. Нулевой вариантты ашайық. Барлығымыз орнымызға отырайық. Бірінші тұрып алсын, сосын тұрамыз қасына. Фотоаппарат суретке түсіреді. Жоғары қарай шыға беріңіздер. Тұрыңыздар. Мынау қазақтан жақсы сөз бар ғой. Ана үстіне түсіргеннен кейін көрінеді бәрібір. Ал бас. Қанекей, естелік суретке түсіп алайық, бәріміз тез орнымызға тұра қалайық. Нұрлан ағамызбен жеке суреттер мына залдың сыртында болады, мына жер тары болады сіздерге. Қанекей, 1, 2, 3. Қол көтеріп тұрған мен болды, шақ қоясыз. Едәлет мағадыз. Алда қарай шарықпайшы маған. Бұл облыстық жастар орталығының парақшасына және де орталықтардың парақшасына салып, және Құдай қаласа Нұрлан ағамызда историясына салат деген ойлаймыз. Сол жеке суретке сыртта, күйік сыртта. Mikrofon öldürüz mü? Çok. Elimiz aman, yurtumuz tanış. Vatanımız bakıt.